кейін мен күйеуім соғып жатқан соң мамам оны көрді да оны итере бастады. Сол кезде маманы ол соққан жоқ, ол маманы тепті. Вы стараетесь быть сильной. Мне надо бы, маған, это ол сізге керек, а балаға керек емес. Бірге тұрғанда неге қаламайсың? Или папа бізді тастап кетті деп, папаның ана жеріңде сондай өкпе бар ма, сенде обида бар ма? Обида бар. Ботагөз, сіз өз сұхбатыңызда айтыңыз, сол күйеуім мені тепкен кезінде, мені ғана емес, менің анамды, осының бәрін көрген менің қызым дедім. Жоқ, сонда мына кісілердің сөздерінше бойынша, я должна, вот ол мені соғу керек, ол мені жата беру керек, мен соқса мен ол шыбаған, ол неадық бар, он меня избивает до полусмерти, а я должна лежать, да, бей меня, главное, чтобы у меня семья была хорошая. Нет, это адаптация дейді, это ол басқаша. Сіз үшін ол қиын болғанын мен түсінемін. Бірақ оны жасырмай, керісінше сонымен күресу арқылы жаңа өмірді бастауға болады. Ақ мама. Сенбі күні ктк-да.